Қасым Аманжолов «Жас дәурен». Оқу мақсаты прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау, мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып талдау жасау. Жаңа сөздер: жас дәурен, шымқай арай, сіркіреп жауып. Тыңдалым. 7-8 сабақтар. 2 тапсырма. Қасым Аманжолов қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі, дарынды ақын. Ақынның 7-8 поэмасы, түрлі тақырыпқа жазылған лирикалары бар. Қасым Аманжолов батыл, шыншылда, терең сырлы, дауылды поэмасымен оқырмандар сүйіспеншілігіне бөленіп, жас таланттарға әсер етіп келе жатқан біртуар дарын. Қасым Аманжолов 1911 жылы Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында туған. Қасым Аманжолов өлеңін жүрегінің қалауымен жазған. Аманжоловтың әдеби мұрасы шамамен 75 баспа табақтай. Ақын аз ғана ғұмырында осынша мол мұра қалдырған. Не балалар, тыңдалым мәтінін зер салып тыңдасақ, енді мына сұрақтарға жауап берейік. Қасым Аманжолов туралы не білесің? Қасым Аманжолов қандай жанрда жазған? Ақын қай жерде туған? Оның басқа ақындардан өзгешелігі неде? 7-8Енді айтылым тапсырмасы. Қалай ойлайсыңдар? Осы өлең неге жас дәурен деп аталған? Ақын кімге немесе неге бағыттап айтып тұр? Жан сәулем деген сөз кімге бағытталуы мүмкін? Риза болу дегенді қалай түсінесің? Адам қандай жағдайда қуанып, риза болады? Енді мына тапсырмаларға қарайық. Берілген суреттер өлеңнің мазмұнына сай келе ме? Дәлелде. Өмірге екі келер уақытым жоқ, сондықтан үлесімді мол қармадым дегенде қандай үлес туралы айтып отыр? Жазылым тапсырмасы. Өмірден алатын үлесім деп кластерді толтырыңыздар және 132 беттегі 8-ші тапсырма, 132 беттегі 9-ші тапсырманы орындаймыз. Бүгінгі сабақты бағдаршам әдісімен қорытындылаймыз. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.